Баршаларыңызға сәлем қыздар. Бүгін біз сіздермен ащы пицца мексикананы бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып, лайк және комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды қосамыз, үстінен пиязымызды саламыз және де тартылған етімізді қосып, татымына қарай тұз салып, піскенше жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай араластырып отырып, толықтай пісіріп аламыз. Фаршымыз дайын, енді қамырымызға соусымызды 3 ас қасық салып аламыз және де қамырға толықтай жағамыз. Үстінен сыр саламыз. Сырдың үстінен фаршымызды қосамыз. Және де цветофор болгарскийінен саламыз. Қалаларыңыз бойынша ащы болгарский салсаңыздар да болады, және де маслина қосуға да болады. Шеттеріне осылай өздеріңіздің қалаларыңыз бойынша узор беріп шығып, қалған сырымызды салып, қызып тұрған 200 градустық пеште 10 минутқа пісіруге жібереміз. 10 минуттан артық ұстамаймыз. Мінекей, біздің өте дәмді пиццамыз дайын. Жасап көріңіздер, жақындарыңызды осындай тәтті пиццалармен қуантыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.